Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілі 55-ші сабақ тұрлаулы мүшелер тақырыбында сабағымызды жалғастыратын боламыз. 17-ші жаттығу. Оқы. Сөйлемдерді сызбамен сәйкестендір. Қай сызба, қай сөйлемге сәйкес келетінін түсіндір. Бізге берілген екі сурет, біріншісінде қарлығаштар, екіншісінде жаңбыр жауып жатыр. Ал енді сызбаны көрейік, астындағы қараймыз, назар аударыңдар. Не қылды, нелер қайтты. Ал бірінші суретте қарлығаштар ұшты. Нелер ұшты? Қарлығаштар. Бастауыш. Қайтты қарлығаштар. Ұшты. Баяндауыш. Яғни екінші сызбаға сәйкес. Екінші суретте жаңбыр жауды. Не жауды? Жаңбыр. Жаңбыр не қылды? Жауды. Жаңбыр бастауыш, жауды баяндауыш. Бұл сөйлемдегі сөздер қандай сұрақтарға жауап бер? Яғни жауап береді: не қылды, нелер қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Бастауыш пен баяндауыш сөйлемнің тұрлаулы мүшелеріне жатады. Осы ережені мұқият есімізде сақтап алайық. Келесі 18-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Отырар көне қала. Қаланың орны отырар төбе деп аталады. Бұл жерде қыш ыдыстардың қалдықтары көп. Отырар қаласында ұлы ойшыл Әбу-Насыр әл-Фараби туған. Отырарда сәулетті сарайлар мен мешіттердің болғанын дәлелдейтін жәдігерлері көптеп кездеседі. Яғни бұны біз Қазақстан тарихи оқулығынан алынған екен. Мәтінде қандай қала туралы айтылған? Бұл мәтінде отырар, яғни көне қала туралы айтылған. Қарамен жазылған сөйлемнің тұрлаулы мүшелерін тап. Яғни бізде отырар көне қала. Осы сөйлемде тұрлаулы мүше, себебі отырар, не отырар, қандай қала, көне қала, зат есім және де тұрлаулы мүше. Және де сызықшаның қойылу себебін түсіндір дейді. Жаңа түсіндіріп өттім. Бастауыш пен баяндауыш зат есімнен құралатын болса, арасына сызықша қойылады. Өткен сабағымызда осы ережені өткен болатынбыз. Шығармашылық үзіліс 19-шы жаттығу. Ребусты шеш. Қала сөзінен екі сөйлем құрап жаз. Ол сөз бірінде бастауыш, екіншінде баяндауыш болсын дейді. Ал енді қараймыз, бізге берілген 30 саны және 1 қар, ақ қала. Осы сөздерді ребус шешу арқылы біз шығардық. Отырар қаласы. Міне отырар қала, зат есімнен құралған, арасында сызықша, Астана бас қала. Бұл жерде де дәл солай. Екеуі де зат есімнен тұрғандықтан арасына сызықша қойылады. Қала мүмкіндіктер мекені. Неге бұл жерде де арасына сызықша қойылып тұр. 20-шы жаттығу. Кім келіспейді ойыны? Ойынның шарты: ойын бастаушы төмендегі сөйлемдерді тақтаға жазып, оны тұрлаулы мүшелер талдап беруді талап етеді. Талдауға шыққан оқушының пікірін кім келіспейді деген сұрақ қояды. Келіспеген өз пікірін дәлелдейді. Өз пікірінің дұрыстығын дәлелдеп, дұрыс талдаған оқушы ойын бастаушы болады. Ал енді бізге берілген сөйлемдер. Арман тәуелсіздік сарайына бармақшы. Апасы Түркістанда тұрады. Ол таңертең Баянауылға соқты. Біз Астананы араладық.
Мінекей енді біз сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талдап көрейік. Арман тәуелсіздік сарайына бармақшы. Кім? Арман. Арман не істемекші? Бармақшы. Арман бастауыш, бармақшы баяндауыш. Апасы Түркістанда тұрады. Кім тұрады? Апасы. Апасы не істейді? Тұрады. Апасы бастауыш, тұрады бізде баяндауыш. Ол таңертең Баянауылға соқты. Кім соқты? Ол. Ол не істеді? Соқты. Ол бастауыш, соқты баяндауыш. Біз Астананы араладық. Біз не істедік? Араладық. Кім араладық? Біз. Яғни бастауыш пен баяндауышты осылай табуға болады. Сөйлемдерге дұрыс сұрақ қою арқылы сөйлем мүшесіне демде әрі оңай талдау жасауға болады. Бізде тұрлаулы мүшелер бастауыш пен баяндауыштан жасалады, соны ұмытпайық. Мінекей бүгінгі тұрлаулы мүшеге арналған қызықты сабағымыз аяқталды. Менің сабағым ұнаған болса, достарыңмен де бөлісіп қойыңдар. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше, әрине менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.